Адам баласы біреуге бірдеңе үйретпес бұрын, яғни сен ананы былай жасайсың, клиентті былай әкелесің, сетевойды былай жасайсың деп, яғни айтпас бұрын, ол нәрсені бірінші өзінің бойына өткізіп көру керек. Яғни бірінші өзі жасап, өзі нәтижесін алып, немесе басқа бір адамдарға нәтижесін көрсеткеннен кейін барып қана осы мысалда сетевой бизнес саласында немесе MLM бизнесте жасап жүрген жандарға айта алады. Мен де осыдан бір 5 жыл, 6 жыл бұрын тоже сетевой маркетинг компаниясында жасағанмын. Мүмкін сіздер де білетін шығарсыздар, яғни Qnet сетевой маркетинг компаниясы. Яғни ол кезде 2013-2014 жылдары. Яғни 2013-терде қазіргі кездегідей Instagram болған жоқ, Facebook болған жоқ, WhatsApp енді келіп жатыр, Telegram, TikTok, Instagram деген секілді болмады. Яғни ол кезде біз онлайн форматта емес, офлайн форматта адамдармен кездесіп жұмыс жасадық. Ең бірінші осы сетевой маркетингтегі ең алғашқы тәжірибем менің осы Qnet сетевой маркетинг компаниясында қалыптасқан болатын. Енді неге мен бұны айтып жатырмын? Өйткені осы сетевой маркетингтің системасын білгеннен кейін ол кезде қандай қиындықтар болды. Қазіргі таңда енді ол кезде офлайн форматта бизнес жасасақ, қазіргі таңда онлайн форматта жасауға болады деген секілді. Яғни сонымен қатар сетевой маркетингке дейін менде адамдар қалай өседі, қалай арманына жетеді, қалай мақсатына жетеді деген секілді менде мұндай мүлдем ой болған жоқ. Ал осы сетевой маркетингке келіп, даму жайлы, өсу жайлы және де бір-бірін көтеретін ортамен, бір-бірін поддержка беретін ортамен араласқаннан кейін уже түсіндім. Яғни жетістікке жету үшін, табысқа жету үшін бірінші адам не істеу керек? Ойын өзгерту керек, сөзін өзгерту және де білімін кеңейту керек деген секілді. Яғни ол сетевой Qnetте жасап жүрген кезде миллиондап, мықтап табыс тауып кетпесем де, но бірақ өмірлік өте керемет сабақтар алдым. Бұл енді менің, яғни мен де сіздер сияқты сетевой маркетинг компаниясында жасап көрдім. Енді екінші кезекте мысалы мен осы интернет маркетинг бойынша, интернетпен клиент әкелу бойынша бір 2,5-3 жылдың көлемінде сабақ беріп келе жатырмын. Осы уақыттың ішінде де мен қаншама сетевой маркетинг жасайтын жандарға тоже интернет арқылы, Instagram арқылы клиент әкелуге мысалы көмектескен болатынмын. Яғни айтатын болсақ, мысалы Increase компаниясына 3 күннің ішінде 100 деген клиент, Faberlic компаниясында 1 сағатта 20 клиент деген секілді. Және де яғни осы уақытқа дейін мен қаншама сетевой маркетинг жасайтын адамдарға клиент әкелуге көмектестім. Яғни дұрыс айтқан кезде тәжірибе бар. Одан кейінгі нәрсе қазіргі таңда тоже осы MLM блогер парақшасын жүргізу немесе курсын ұйымдастыру барысында мен де қазіргі таңда осы сетевой маркетинг компаниясын дамыту үстіндемін. Яғни маркетинг жағын мысалы сіздер алда уақыт курс қатыссаңыздар, сабақ қатысатын болсаңыздар да, мен қазірдің өзінде де осы Nabi Distribution компаниясының яғни дистрибьютерлеріне интернет арқылы клиент әкелуге үйретіп жатырмын. Яғни әрқашанда каждый вторник, пятница әрқашанда сабақ берудемін. Яғни мен ешқашанда осы Instagram парақша болсын, YouTube каналда болсын, немесе TikTokта болсын, басқа да әлеуметтік желілерде тек өзім жасап көрген нәрселерді айтатын боламын. Яғни осы MLM блогер парақшасында мен сетевой маркетинг дамыту барысында қандай тәжірибе қолдандық, қандай тактикалар жұмыс жасайды, қайсысы жұмыс жасамайды секілді өте көптеген ақпараттармен бөлісемін. Міндетті түрде осы парақшаны бақылап жүріңіздер. Және де егер сіздің де командаңыз болатын болса, басқа да бір сетевой маркетинг жасайтын таныстарыңыз болатын болса, осы парақшаны міндетті түрде ұсыныңыз. Яғни бірінші кезекте ол парақшаны сіздерде ой болмау керек. Мысалы біз не үшін Манарбекті тыңдау керекпіз, не үшін бұл кісінің ақыл кеңесін тыңдау керекпіз деген секілді. Өйткені мен өзім жасап көргеннен кейін, және де басқа сетевой жасайтын адамдарға клиент әкелуге көмектескеннен кейін мен де сізге барлық білімдерімді бөлісетін боламын. Міндетті түрде сізге осы парақша пайдасын тигізеді. Сондықтан да өзіңіздің сетевой жасайтын жандарға осы постты немесе осы парақшаны міндетті түрде ұсыныңыз. Онда қысқаша айтатын болсақ, яғни менің сетевойдағы тәжірибем осындай. Алда уақытта одан да керемет тәжірибелерді жинау үшін мен жұмыс жасайтын боламын. Міндетті түрде осы парақшаны бақылап жүріңіз.